Бәріңіз білесіздер, 2022-23 психологический блог түсірген болатынмын. Және подкасттар шықты. Енді бұдан бұлай өзімнің жұмыс жасап жатқан салам автомобильный индустрия, және де соның ішінде Қытайдың автокөліктері, Қытайдың ішінен Қазақстанға автокөліктің бөлшектерін тасымалдаумен айналысамыз. Егер осы платформада, YouTube'да пайдалы ақпараттар қажет болатын болса, бізге жазылып қойыңыздар. Және де осыған байланысты пайдалы контентті түсіреміз. Қалай жүреміз, не істейміз, қай жерден ақша аламыз, қай жерден ақша саламыз, қай жақтан тасымалдаймыз деген кішігірім пайдалы ақпараттар. YouTube'қа жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий етіңіздер. Бүгінгі біздің отправкаде BYD Leopard'тың осындай задний соқ фаралары және де Қазақстанға, Алматы қаласына кетіп бара жатыр. Бұл Қытайдағы Гуанчжоу қаласындағы ең үлкен авторазбор. Хуаду Кайтун автопарс деп аталынады. Және де бұл туралы Қытайдың платформаларынан, болмаса біздің осы каналымыздан білетін боласыздар. Автомашина, автоблокқа байланысты бүкіл ақпараттар осы жерде болады. Бұл базардан Қытай, неміс, жапон, корей машиналарына бүкіл запчастьтарды таба аласыздар. Кузовной, двигатель, ходовой. Осы базарда сіздер онлайн форматта, болмаса офлайн форматта жұмыс жасай аласыздар. Қазақстанда отырып WeChat платформасы арқылы заказдарыңызды берсеңіздер болады. Болмаса осы жерге келіп арнайы жұмыстарын жасасаңыздар болады. Бұрын Дубай хит еді, қазір Қытай хит. Себебі бұл жерде бір айта кететін фактор, Қазақстандағы қазіргі рынок бойынша 40%-ға жуық машина уже Қытай машиналар болып жатыр. Сол себепті Қытайдың автомобильдеріне сұраныс жылдан жылға артады. Себебі олар автобөлшектерді жақын уақытта тұтынуды бастайды. Не себепті бұл жерден жұмыс жасау тиімдірек Қазақстанға қарағанда? Қытайдың жалпы қазақ аудиториясында Қытай десе, олар алдап кетуі мүмкін деген ой бар. Және де ол бостан-бос қалыптаспаған. Қытайда шынымен де поставщиктері недобросовестный болып келеді. Сізге фара алсаңыз, ашылған фара беру мүмкін. Болмаса бампер алсаңыз, бамперіңіз уже паять етілген, жалғанған, ремонтированный фаралар жіберу мүмкін. Ремонтированный бамперлер жіберу мүмкін. Сол себепті осы жерде болып, өзіңіз қарап, эксперт болсаңыз, сол нәрсені клиенттарыңызға, магазиніңізге өзіңіз жіберген дұрыс. Ал біздің Қазақстанда Алматы қаласында магазин бар. Жақын уақытта, жақын арада Астана қаласында да ашамыз. Және сервистар мен контракт жасап, под ключ сіздің машинаңызды соғылған жағдайдан идеальный состояниеге дейін алып келуге септік боламыз. Тиімді және де сенімді Саф Автопарс. Және де осындай блогты бәрін ашық көрсететін боламыз. Бізге жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Бұл блог, бұл арна автомашинаны жақсы көретін, автомашинасы бар, автокөліктері бар қазақ бауырларым үшін жасалып жатыр. Және де сіздердің сенімділіктеріңіз үшін біз күнделікті болып жатқан жағдайды көрсетеміз. Біз сіздерге бизнестің қыр-сырын ашып көрсетеміз. Қытаймен бизнес жасағысы келетіндер жазылып отырсаңыздар. Бізде автотурлар, автомобильный нишаға байланысты және де Қытай нишасына байланысты специальный турлар болады алдағы уақытта. Соны қарап, бақылап жүріңіз.